Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кибатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Қаржы нарығын реттеу және де дамыту агенттігі 2023 жылдың 26 мамырдағы қаулысымен Ұлттық банктың микрокредит беру шарты бойынша сыйақының шекті мәнін белгілеу туралы қаулысына өзгеріс енгізді деп хабарлайды Zakon.kz. Түзетулерге сәйкес азаматтар мен 45 күнтізбелік күнге дейін мерзімге кепілсіз микрокредиттер беру бойынша сыйақының шекті мөлшері тәулігіне 1%-дан аз, бірақ 30 AEK-ге дейін берілген микрокредит сомасының 20%-дан аспауы, тәулігіне 1%-дан аз, бірақ 30 AEK-ге тең немесе одан жоғары берілген микрокредит сомасының 15%-дан аспауы керек. Азаматтар мен кепілсіз микрокредиттер бойынша сыйақының ең жоғарғы мөлшері күніне 0,8%-дан аспайтын, бірақ 45 күнтізбелік күнге дейінгі мерзімге берілген микрокредит сомасының 20%-нан аспайтын мөлшерін белгіленеді. 45 күнтізбелік күннен асатын мерзімде азаматтар мен микрокредит беру шарты бойынша сыйақының шекті мөлшері тәулігіне 0,4-тен аспайтын мөлшерде белгіленеді. Қаулы 2023 жылдың 1 қазанынан бастап күшіне енеді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.